Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Бүгінгі менің айтатын тақырыбым жүрек аурулары. Соның ішіндегі жүректің ишемиялық ауруы. Жүректің ишемиялық ауруы дегеніміз не? Бірінші, жүрек дегеніміз ол бұлшық еттен тұрады және кеуде қуысындағы сол жақ бөлігінде орналасқан. Жүрек бұлшық еттен тұрады. Және де енді жүрек ауруларына келетін болсақ, бұл жүректің ишемиялық ауруы. Ишемия дегеніміз, яғни қан айналымының дұрыс болмауының нәтижесінде болады. Мысалға біз осы жұдырығымызды біз жүрек деп елестететін болсақ, осында коронарный артерия, яғни тәж артериясы, қазақ тілінде тәж сияқты болып жүрекке киіліп тұратын болғандықтан оны тәждік артерия деп айтамыз. Яғни осы артерияда қан айналымының дұрыс болмауынан мына біздің жүрекке оттегі бармайды. Сондықтан жүректің жиырылу қызметі де бұзылады. Соның әсерінен жүректің ишемиялық ауруы пайда болады. Енді сіздерге қарапайым тілмен түсіндіру үшін сіздерге айтайын. Мысалға бір өзен деп айтайық. Өзенде судың ағысымен кетіп бара жатыр. Бұл өзен біздің қан тамыр, ал судың ағындысы бұл біздің қан болып есептеледі. Егер де осы дәл өзеннің ортасына бір тасты, үлкен тасты әкеп қоятын болсаңыздар, онда кәдімгідей қанның ағысы баяулайды. Мысалға ортада қан тас тұрса, оның ар жағындағы қан баяулайды, не болмаса жаңағы су баяулайды жүруі, судың өтуі төмендейді. Мысалға судың ағысы төмендейді. Тура дәл сол сияқты жүректе де сондай іркіліс пайда болады қан айналымында. Оның себептері не? Ең бірінші себебі бұл холестериновый бляшкидің пайда болуы, яғни қан тамырлардың стенкаларына холестериновый майлардың жиналуының нәтижесі. Екіншісінен қант диабетімен ауыратын науқастарда, артериалды қан қысымы көтерілетін науқастарда, семіздік дейміз, яғни көп салмағы бар науқастарда, және де аз қозғалыстағы, темекі көп шегетін, ішімдік ішетін науқастардың көбінде осындай ишемиялық аурулар пайда болады. Бұның клиникасы қандай? Яғни біз бұл ауруды қайдан білеміз? Осы бізде жүрегіміздің ауыратынын ең бірінші себебі ол жүректің шаншып тұруы, қысып ауруы, бір кеуденің төстің арт жағында бір күйіп тұрған сезім сияқты, өлімге деген бір қорқыныштың болуы, және де бұл ауру сезімінің өзінің берілу жолдары болады, иррадиация деп айтамыз медицина тілінде. Мысалға жүрек ауырып тұрса, сол жақ иыққа берілуі, қолға берілуі, төменгі жақтың ауруы, көп жағдайда науқастардың шатасып, уақыт өткізіп алуының себебінің бірі тісім ауырып жүр деп ойлап қалуы мүмкін, ал бұл негізінде инфарктпен байланысты болады. Және де бастың ауруы, бастың ұзақ уақытқа дейін ауруы, яғни бұл церебральный форма деп айтамыз, жүректің айнуы, құсуы деп айтамыз. Осының клиникалық белгілері тек қана жүректің ауырып тұруынан ғана емес, бұл сондай түрлі белгілері болуы мүмкін, болады да. Сол үшін, егер де осындай бір ауру сезімдер болатын болса, және де осы ауру сезімнің негізгі ұзақтығы ол 10-15 минутқа дейін болады. Егер де 15 минуттан асып кететін болса, онда бұл жүректің одан да қауіпті белгісі, яғни инфаркт миокарданың белгісі болып есептеледі. Бұл кезде науқас үшін өте қауіпті кезең болып есептеледі. Бұл инфаркт миокарданың сіздерге қызықты болатын болса, келесі видеомда түсіремін сіздерге. Ал қазіргі жүректің ишемиялық ауруын қалай тоқтатады? Бұны көп жағдайда науқастар жүріп келе жатқан кезде,
болмаса бір физикалық күштеме болған кезде, мысалы лестницадан көтеріліп бара жатқан кезде бір жүрегі қысып тұруы мүмкін, или бір қатты бір физический жұмыс жасап жатқан кезде жүрегі ұстап қалуы мүмкін, болмаса бір стрессовый ситуация болған кезде, жел тұрған кезде, мысалға науқас желге қарсы жүрген кезде сол жүрегінің ұстап ауыру болады. Егер де осындай клиникалық белгілері болатын болса, міндетті түрде дәрігерге барып қаралуы керек. Себебі бұның асқынуы инфарктқа алып барады. Ал инфаркт дегеніміз, яғни бұл уже жүректегі қан тамырдың толықтай бітелуі, яғни окклюзиясымен аяқтауы мүмкін. Не болмаса адамның өліммен де аяқтауы мүмкін бұл. Сол үшін, егер де осындай клиникалық белгілері, осындай шағымдарыңыз болатын болса, міндетті түрде емханаға барып, терапевт дәрігерге жолығып, барлық ауыратын шағымдарыңызды айтып, не болмаса кардиолог дәрігерге жолығып, электрокардиограммалық зерттеу әдісін жүргізу міндетті. Және де түрлі лабораториялық зерттеу әдістерін жасау керек. Одан кейін барып дәрігер шешеді, медикаментозды емдеу керек, болмаса оперативті жолмен емдеу керектігін дәрігер нақтылап айтады. Егер де сіздерге осы сондай пайдалы болып жатса сіздерге, лайк басып, комментарий жазып кеттіңіздер. Сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жазыңыздар. Сіздермен бірге болған Гүлдана Жанәліқызы. Сау болыңыздар.